Эфирде 30 сұрақ бағдарламасы сіздермен бірге мен Жұлдыз Қожахметова. Бүгін бізде қонақта тарих ғылымының кандидаты Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің Қазақстан тарих кафедрасының қауымдастырылған профессоры Құтлеубекова Гүлжан Бөлегенқызы. Қайырлы күн, Гүлжан Бөлегенқызы, көңіліңіз қалай? Жақсы, рахмет. Сізге бағдарлама барысында 30 сұрақ қойылады. Сол сұрақтарға шынайы әрі нақты жауап беруге дайынсыз ба? Дайынмын. Жақсы, керемет. Олай болса сізге бірінші сұрақ. Қай жердің тумасысыз? Мен өзім осы Талдықорған қаласының тумасымын. Осы жерде туып өстім, осы жерде оқыдым. Туған жерім деп айтсақ болады, Талдықорған. Қай жерде білім алдыңыз? Білімді осы Талдықорған қаласындағы мектепті, 18-ші орта мектебін, лицей мектебін бітірдім. Одан кейін осы Жетісу университетінде оқыдым. Өзімнің 4 жылдық білімімді осы жерде өзім тарих тарихшы мамандығымды алдым. Одан кейін осы Жетісу университетін бітіргеннен кейін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде магистратураны бітірдім. Және осы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде кандидаттық диссертациямды қорғаған болатынмын. Керемет. Сіз қазіргі таңда Жетісу университетінде тарих кафедрасында оқытушы болып қызмет атқарады екенсіз. Не себепті осы Жетісу университетінде білім беремін деп шештіңіз? Енді өзім осы жергілікті Талдықорған қаласының тумасы болғаннан кейін біріншіден, екіншіден ата-анам осында тұрғаннан кейін осы енді уақытша мысалы Алматыға магистратураға, аспирантураға оқуға барып келгеніммен осы Талдықорған қаласына қайтадан оралып, бірінші еңбек жұмысымды, осы еңбегімді, осы бірінші жылдарымды осы Талдықорған Жетісу университетінен Талдықорғандағы туған қаладан бастаған болатын. Өйткені өзімнің туған кафедрам, туған университетім болғандықтан, осы университет өзіме ыстық, жақын болғандықтан, осында өзімнің еңбек жолымды бастадым деп айтсақ болады. Жақсы, сіз тарихқа осы бала күніңізден қызығасыз ба? Иә, тарих енді тарихшы боламын деп мен мектеп кезінен өзім шешім қабылдадым. Өйткені бізде мектепте Гүлмира Сағатова деген кісі сабақ берген болады, тарих мұғалімінен, тарихтың мұғалімі. Өте қызықты өткізетін сабақты, ол кісінің сабағынан бәріміз бүкіл сынып болып қызығушылық арттыратынбыз. Сол қызығушылық мүмкін осы мұғаліммен байланысты деп ойлаймын. Мен келешекте осы тарих мамандығын таңдағаным. Сонда сіздің ғылыми жолыңыз қай кезден басталды? Енді ғылыми жолым, енді мен өзім ғылым адамымын деп айтсам болады. Өйткені енді ғылыми жолымды ең біріншіден енді университет қабырғасынан бастаған шығамын деп ойлаймын. Өйткені алғашқы ғылыми жобамды курстық жұмысын жаздым. Одан кейін университет бітірер кезде 4-ші курста диплом жұмысын жаздым. Оның өзі де ғылыми жұмыстар болып табылады. Кейін магистратурада, аспирантурада уже магистрлік, одан кейін кандидаттық диссертация жаздым. Осы енді ең алғашқы енді ғылым жолым енді сол алғашқы бакалаврда білім алған кезде басталды деп ойлаймын. Осы алғашқы ғылыми жобаларын жазған кезде басталды. Сіз жалпы осы біліміңізді тереңдету үшін шетелдерге саяхат жасап көрдіңіз? Иә, енді әр уақытта адам қалай дейді, әр уақытта адам өзінің білімін тереңдету керек. Қашан болса да оқыса да адамға ешқашан ол жай емес. Мысалы қандай жаста болса да оқуға болады, жалғастыруға болады. Енді мен 2011 жылы болашақ бағдарламасының стипендиясының иегері болып, Ұлыбританияға барып, ғылыми тағылымдаманы 6 айда өтіп келген болатын, Кембридж университетінде. Ол Кембридж университеті енді дүние жүзіндегі алғы университеттердің бірі болып саналады. Осы тәжірибеден мен өте үлкен өзіме деген үлкен тәжірибе алдым. Өйткені біріншіден енді ағылшын тілімді жетік меңгердім. Бұрынғыдан қарағанда деңгейін көтердім. Өйткені сол ортаға түскен кезде міндетті түрде сен енді адам сөйлеп кетеді, среда дейді ғой, ортаға түскен кезде біріншіден. Екіншіден, сол жақтағы мысалы көптеген кітапханаларда, архивте жұмыс жасаған болатын. Сонда да ол менің өмірімдегі ең бай тәжірибелердің бірі деп санаймын. Осы тағылымдамада. Тағы да қандай мемлекеттерге саяхат жасадыңыз осы тәжірибе алу барысында? Иә, енді Ұлыбританиядан басқа, мысалы, сонымен қатар Түркияда болдым, мысалы, Стамбул қаласында болған болатын. Және Түркияның бірнеше қаласын араладым турист ретінде. Одан кейін Қытай Халық Республикасында болдым. Осындай бірнеше мемлекеттерді көрген болдым.
осы жалпы тарих ғылымының сай бір саяхат жасаған кездерде басыңыздан өткен бір ең қызықты оқиғаңыздың бірін айтып бере аласыз ба? Енді қызықты оқиғаны айтқан кезде мен енді мысалы өзім тарихшы болғаннан кейін мен өзім деректанушымын, өзімнің мамандығым, терең мамандығым тарихшының ішінде. Сонда деректанушы болғанда мен өзімнің ғылыми жұмысымды жазу барысында бірнеше жыл бойы Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік архивінде материал құжаттар жинағанмын. Сол құжаттарды жинау барысында мен өзім осы ғылыми жұмыспен айналысып жүрген кезде өзімнің нағашы атам туралы мәліметтер тапқан болатынмын. Енді арнайы оны іздеген жоқпын бұл мәліметтер, бірақ өзімнің ғылыми жұмысымды өткізу барысында случайно дейді ғой, сөйтіп өзім атам туралы құжаттарды архивтен тапқан болатын. Енді ол жерде айтатын болсақ, бізде Қазақстанда 30 жылдарда байлардың мүлкін тәркілеу жөнінде декрет қабылданған болатын. Сол кезде осы байлардың мүлкін тәркілеу және олардың тізімдері келтірілген болатын. Осы тізімдердің ішінде мен анамның әкесінің фамилиясын тапқан болатын. Керемет. Енді осы тарихшы болу үшін адамға ең алдымен не қажет? Енді менің ойымша, енді тарихты ең бірінші тарихты білу үшін ол біз мысалы тарихты мектептен бастап оқимыз, 5-ші сыныптан бастап оқимыз. Ол ежелгі заманнан Қазақстан тарихын бүгінгі күнге дейін, одан кейін тек қана Қазақстан тарихын емес, сонымен қатар мектепте де дүние жүзі тарихын өтеміз. Одан кейін университетте мысалы барлық мамандықтарда Қазақстанның қазіргі заман тарихы өтеді. Енді мен ойлаймын, әр азамат өзінің патриот болған азамат, өзінің отаным деген адам, әр азамат өзінің мемлекетінің, өзінің халқының тарихын білуге міндетті деп ойлаймын. Енді бағана деректанушымын деп жатырсыз ғой. Осы деректанудың тарихтан қандай айырмашылығы бар? Енді былай қарасаң, олар бір-бірімен байланысты. Тарихтың бір саласы деректану болып табылады. Мысалы этнография бар бір саласы тарихнама бар, салалар көп тарихтың. Сол тарихтың ішіндегі бір сала енді деректану болып табылады. Бірақ та деректану мен тарихтың айырмашылығы, енді бізде мысалы таза тарихшылар бар, отан тарихынан зерттейтін, немесе дүние жүзі тарихынан зерттейтін тақырыптардан ғалымдар бар. Бірақ мен өзім деректерді зерттейтін ғалым болғандықтан, енді тарихшы міндетті түрде деректерге сүйеніп тарихты жазады. Сондықтан да осы ең бірінші енді деректанудың тарихтың айырмашылығы, біз негізінен деректерді зерттеп, деректерге үлкен мән береміз. Және осы деректердің шынтуайттылығын біз білу керекпіз. Енді жалпы осы қазақ халқында ең тұңғыш деректанушы деп кімдерді айтасыз? Енді қазақ халқында ең алғашқы деректанушылардың бірін Шоқан Уәлихановты міндетті түрде айтуға болады. Өйткені Шоқан Уәлихановты білеміз, қазақтың ішінен шыққан тұңғыш ғалымдардың бірі болып саналады. Енді Шоқан Уәлихановтың өзі енді ғалым, сондай әскери адам болғанымен, мысалы тарихшы да дейді, этнограф, саяхатшы, географ деп те атайды ғой. Бірақ та неге оны деректанушы деп атайды? Өйткені ол өзі қазақ халқының фольклорын зерттеп, осы қазақ халқының аңыз әңгімелерін, ертегілерін, осы фольклорын, ауызша деректерін қағаз бетіне түсірген адам болған. Сондықтан оны алғашқы деректанушылардың бірі деп атауға болады Шоқан Уәлихановты. Енді деректанушының алдына қойған міндеттері қандай болу керек жоқ? Енді бағана жоғарыда айтып кеткенде, енді әр тарихшының өзі деректанушы деп айтуға болады. Бірақ деректанушы, мен енді өзім деректанудан өзім ғылыми жұмыс жазғандықтан, деректанушының ең бірінші зерттеу объект сол дерек болғандықтан, сол деректе мәлімет қалай жазылды, солай біз қабылдамаймыз. Біз сол деректе жазылған мәліметті зерттеп, оның шынайылығын ең бірінші анықтау керек, шынтуайттылығын анықтап, ең бірінші деректанушының міндеті сол деп ойлаймын. Енді бағана тұңғыш деректанушылар Шоқан Уәлиханов деп жатырсыз ғой, ал енді Қазақстанның тәуелсіз кезіндегі деректанушылар кімдерді айта аласыз? Енді тәуелсіздік жылдарында ең бірінші бізде деректану пәні, деректану кафедрасы ең алғаш рет Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ашылған болатын, алғашқы кафедраның бірі болып. Оны ең басынан сол кафедраның іргесін қалап басқарған Атабаев Қамбар ағайымыз болған. Біз өзіміз сол кісіден дәріс алғанбыз магистратурада оқығанда.
сол кісіні тәуелсіздік жылдарындағы алғашқы деректанушылардың бірін сол Қамбар Атабаевты тауып болып, сонымен қатар мысалы тәуелсіздік жылдарында біздің факультетті басқарып отырған Толамисов Амангелді Абдыкарымов, ол кісі де кандидаттық диссертациясын деректанудан қорғаған болатын. Ол кісі де деректанушы. Мысалы өзіміздің университет қабырғасында мысалы мен жалғыз деректанушы емеспін, сонымен қатар Амангелді Абдыкарымов тоже деректанушы. Деректану ғылым ретінде қашан қалыптаса бастады? Енді деректану ғылым ретінде оның қалыптасуы 19 ғасырда деп айтамыз. Негізінен ол Батыс Европада, Ресейде қалыптасқан болатын 19 ғасырдың екінші жартысында. Одан кейін сол кезден бастап Қазақстанда да дами бастады. Ал енді оқу орындарында, жоғарғы оқу орындарында пән ретінде деректану бөлек арнайы пән ретінде ол тәуелсіздік жылдарында бізде оқытыла бастаған болатын. Жалпы осы педагог ретінде өзіңіздің ұстанатын принциптеріңізді айтып өте аласыз ба? Енді педагог болғаннан кейін біз бірінші енді бала тәрбиесімен айналысамыз, мысалы студенттердің тәрбиесімен, бірақ бірінші тәрбиені әрине бала отбасынан алу керек. Енді бізде педагог болғаннан кейін біздің міндетіміз ол бала тәрбиесіне, студенттердің тәрбиесіне үлкен мән беру. Біріншіден, екіншіден, енді мен өзімнің жеке принциптерінің бірі, ол мысалы мен бір арнайы курс оқысам да, 15 апта бойы мысалы бір семестрде, немесе бір пәнді оқысам да студенттерге, сол 15 аптаның ішінде олар осы курстан өзінің білімдерін тереңдетсе екен, өздеріне керек нәрсені алса екен деген осындай принциптер ұстанамын. Өйткені мен мысалы бірінші апта басталған кезде студенттердің жалпы курс бойынша оларға сұрақ қоямыз. Сіздер не білесіздер осы курс бойынша? Одан кейін біз 15 апта бойы білімдерімізді тереңдетіп, осы пәнді курсты терең оқығаннан кейін 15-ші аптада мен соңғы аптада міндетті түрде сұраймын, осы курс сіздерге не берді, өздеріңізге қандай білім алдыңыздар деп міндетті түрде сұраймын. Өйткені бұл менің еңбегімнің нәтижесі деп санаймын. Жақсы. Енді жалпы осы шетелдің архивтерінен қазақ халқының архивтерінің айырмашылығы неде? Ірі архивтердің, алғашқы архивтердің бірі ол Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архиві. Мен ол жерде өзім жұмыс жасағам. Одан кейін мысалы ұлттық архив бар Астана қаласында, президенттік архив бар мысалы Алматыда, облыстық архивтер бар әр облыста, қалалық архивтер болады. Онда архивтер көп бізде. Бірақ та мен өзім ғылыми жұмыс жасаған кезде, именно кандидаттық диссертациямды жазған кезде Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивінде жұмыс жасадым. Бұл архивте мысалы жұмыс жасаған кезде құжаттарды сізге береді, документтерді түпнұсқа ретінде құжаттарды қараған болатынбыз. Сонда бұл құжаттарға қараған кезде біз мысалы 20 енді кезінде мен жұмыс жасаған кезде ол жерде оқу залында 20-30% ғана ксерокопия жасауға рұқсат беріледі мысалы. Одан кейін қалған біз тек қана қолмен жазатынбыз конспект ретінде. Енді ол өте көп уақыт алады мысалы, Ал шетел архивінде мен мысалы бағана айтып кеттім, болашақ бағдарламасы бойынша Британияда ғылыми тағылымдаманы өттім. Сол кезде Лондон қаласында Британ ұлттық архивінде жұмыс жасаған болатын. Сол жерде Қазақстан Орта Азия тарихына қатысты деректерді жинаған болатын архивте. Енді бұл архивте мысалы Ұлыбритания Лондон қаласындағы архивте мысалы рұқсат береді. Сол документті құжаттарды берген кезде ол жерде суретке түсіруге, фотоаппаратпен барып арнайы суретке түсіруге рұқсат беріледі. Ол жерде қанша бет түсіресің, 20%, 30%, мысалы ол құпия құжат болмаса, біз ерік береді, мысалы бүкіл құжат түсірсем де, ол бір жағынан уақытты міндет, сонысы жақсы, сол жағынан шетел архивте. Енді Шоқан Уәлиханов қазақ ғалымдарының ең тұңғышы деп жатамыз ғой. Оның қолжазбалары қазір архивтерде бар ма? Енді айта кететін болсақ, Шоқан Уәлиханов енді біздің қазақ халқының ішінен шыққан 30 жыл қысқа мерзім ғана өмір сүрген адам. Бірақ осы 30 жылдың ішінде өзінің артынан өте үлкен ғылыми еңбек қалдырды, із қалдырды, қазақ халқына, бүкіл тек қазақ халқына емес, адамзатқа қалдырған еңбегі зор ол кісінің. Бірақ өкінішке орай Шоқан Уәлихановтың қолжазбаларының бәрі ол енді Ресей империясы кезінде сол Ресей империясына қызмет еткен адам болғандықтан оның қолжазбаларының көбісі қазір Ресей Федерациясының архивтерінде сақталып қалған. Бұл құжаттарға тек біз барып сол жерде қарай аламыз, Ресейде ғана.
Ал біздің Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивінде Колпаковскийдің 825 қоры бар. Колпаковскийдің именной фонд дейді ғой, өзінің Колпаковскийдің жеке қоры бар. Сол жеке қорында тек қана Шоқан Уәлихановтың қолынан жазылған 3 хаты түпнұсқа ретінде сақталған. Ол Колпаковский қорымен кеңес кезеңінде біздің архивке келген болатын. Ол енді хаттардың ерекше деп айтуға болады. Өйткені Шоқан Уәлиханов 1835-1865 жылдар аралығында өмір сүрген. 1865 жылы сәуірде қайтыс болған Шоқан. Ал бұл хаттарды Колпаковскийге жазған, 2 хатын өзінің атынан жазған. Колпаковский бір хатын сол кезде ол Тезек-Төрен ауылында соңғы күндерін өткізіп сол жерде тұрды ғой. Сол Тезек-Төрен атынан жазған 3 хаты сақталған. Бірақ почерк Шоқандың несі жазуы. Сонда айтайын деген бұл хаттардың ерекшелігі неде? Шоқан Уәлиханов өмірінің соңғы кезінде жазылған хаттар. Мысалы 1964 жылы бір хаты желтоқсанда жазылған, бір хаты 2 хаты 1965 жылы ақпанда жазылған хаттар. Одан кейін 2 айдан кейін Шоқан қайтыс болған. Сол хаттарды ең алғаш болып Марғұлан архивте тапқан болатын. Сол кезде бұл хаттар тапқан кезде бізде деректанушылар сыртқы және ішкісін жасаймыз деректерге. Сонда ішкісін дегеніміз ол деректің мазмұнысын жасау, талдау жасау, а сыртқысын дегеніміз ол қандай қағазбен, қандай жазумен, қандай сиямен жазылған деп сыртқы элементтеріне сын жасаймыз. Сол кезде Марғұланның жасаған мақаласы бар, сол сыртқы және ішкісін жасаған Шоқан хаттарын сол біздің архивте сақталған. Сонда ол айтады, Марғұлан мынандай нәтижеге келді. Шоқан Уәлиханов өмірінің соңғы жылында, особенно 1965 жылы ақпанда жазылған хаты, ол адамның ауырып тұрған адамның почеркісі көрініп тұр дейді. Өйткені бұл хаттар әлсіреген қолмен жазылған хат екені көрініп тұр дейді. Сонда Шоқанның сол кезде денсаулығын сыр берген көруге болады. Бірақ та ол хаттардың мазмұнында да Колпаковскийден көмек сұрайды, маған алдын ала 300 рубль жіберіңізші, өйткені маған Верныйға барып емделу керек. Мен денсаулығым сыр беріп жүр деп, сол жерде өзінің денсаулығы туралы жазған болады. Осы хаттар өте құнды болып табылады біз үшін. Және түпнұсқа ретінде сақталған бізде Қазақстан территориясында тек қана осы 3 хат. Енді сіз осы деректанушы болғандықтан сіздің еңбектеріңіз дерек болып табылады ғой. Деректерді тек архивтардан ғана алуға бола ма? Жоқ, деректердің бәрі архивте сақталған деп айтпаймыз. Мысалы, жазба деректер, мысалы құжаттар, олардың бәрі міндетті түрде архивте сақталған, қағаз жүзінде жазылған құжаттар, мысалы деректер. Ал сонымен қатар, мысалы, ауызша деректер болады. Ауызша деректер, мысалы фольклорды жатқызамыз, сол қазақ халқының ертегісі, халық әндері, мақал-мәтел, осының өзі дерек болып табылады. Бұл ауызша дерек болып табылады. Мысалы, деректауында бір метод бар, сіз мысалы менен қазір сұхбат алып отырсыз. Сонда сұхбат алу несі интервью деп аталады. Мысалы, ұлы отан соғысына қатысқан ардагерлер мысалы болса, солардан деректанушы ретінде де сұхбат алуға болады. Мысалы, біз соғысты мысалы оқулықтардан оқысақ, 1941-45 жылы ұлы отан соғысы басталды, аяқталды, сосын осынша адам қатысты, осынша адам қаза тапты, осындай шайқастар болды деп қана оқимыз ғой. Ал егер сол соғысқа қатысқан адамнан біз мысалы сол соғыста өз басынан қандай күй кешірді, соны сұрайтын болсақ, онда біз соғысты басқа жағынан көре аламыз мысалы. Сонда осындай интервью алу арқылы, біз сұхбат алу арқылы ауызша деректің бір түрі болып табылады. Онда мысалы осындай деректің түрлері көп. Сіздің ең алғашқы бір ғылыми мақалаңыз жазғаныңыз есіңізде ме? Алғашқы ғылыми мақаланы мен магистратурада Қазақ ұлттық университетінде оқып жүргенде магистрлік диссертация бойынша бірінші курста алғашқы мақаламды жазып, сол Қазақ ұлттық университетінің хабаршысында, тарих сериясының хабаршысында жариялаған болатын. Ол менің есімде әлі. Және алғашқы дегеннен кейін енді алғашқы рет мақала жазу, алғашқы журналға жариялау деген ол да адамның есінде қалады ғой, алғашқы деген нәрсе. Сонда сол мақаланы қалай жаздым, қандай қиындықтар туды, соның бәрі мен үшін келешекте үлкен не болды, опыт дейді ғой, үлкен тәжірибе болып саналады. Сондықтан да ол менің есімде алғашқы мақалам сол кезде жаздым. Қазіргі таңда сіздің жетекшілігіңізбен тарихи зерттеу жүргізіп жүрген білімгерлеріңіздің осы
осы деректанудан тақырып таңдағандар бар ма? Иә. Мысалы біз жылда дипломдық жұмыстарға, магистрлік жұмыстарға жетекшілік аламыз. Магистранттар, студенттер мысалы біздің жетекшілігімен дипломдық магистрлік диссертациялар жазып жатыр. Сол кезде міндетті түрде мен 1-2 тақырыпты міндетті 1-2 студентке немесе бір магистрантқа міндетті түрде деректанудан тақырып беремін. Мысалы биылғы жылы менде қазіргі таңда 4-ші курстағы тарихшылардың бір студентім фольклор тарихи дерек ретінде мысалы қарастырып жатыр фольклорды. Бір студентім мысалы Шоқан Уәлихановтың жеке құжаттары тарихи дерек ретінде деп зерттеп жатыр. Осы диплом жұмысын жазып жатыр. Сонда да мен міндетті түрде студенттерге, магистранттарға осы деректанудан тақырып беремін. Тарих мамандығында оқитын студенттеріңізге деректануға қатысты қандай сабақтардан оқытасыз, білім бересіз? Ең бірінші бізде мысалы тарих мамандығында оқитын студенттер ең бірінші олар енді тарихшы болғаннан кейін деректанудан міндетті түрде деректермен жұмыс жасай алып үйрену керек. Сондықтан бізде 4-ші курста теориялық деректану деген пән оқытылады. Сол теориялық деректанудан оқытамын. Бұл жерде біз мысалы дерек дегеніміз не, ол деректің түрлерін, әр деректің түрлері мен әр деректің ерекшелігіне олармен жұмыс жасау әдіс тәсілдерін оқытып үйренеміз. Сонымен қатар мысалы магистратурада да менің өзімнің жеке курсым бар, өзім енгізген деректанудан. Бұл жерде арнайы мәтінмен ғылыми мәтіндермен жұмыс жасаудың әдіс тәсілі, деректанудың әдіс тәсілдері деп аталады. Бұл жерде де мысалы біз деректанудың әдіс тәсілдерін өтеміз, тереңдетіп. Ал басқа мамандықта оқитын студенттер тарихқа, деректануға деген қызығушылықтары бар ма? Иә, мысалы қазір біз барлық мамандықтардың бірінші курста Қазақстан қазіргі заман тарихын оқимыз. Қазіргі студенттердің арасында қызығушылық өте көп. Даже білімдері тарихтан біздің Қазақстан тарихы білімдері терең деп те айта аламын. Ондай студенттер бар, мысалы басқа мамандықта оқитын. Сонымен қатар мысалы біздің кафедраның оқытушыларының жетекшілігімен жылда басқа мамандықтың студенттері ғылыми конференцияларға, студенттік конференцияларға қатысып баяндама жасап жатады тарихтан. Осы студенттеріңізбен бірге осы тарихқа байланысты саяхат жасап көрдіңіз бе? Тарихи орындарға барып? Иә, ондай жағдайлар болды. Мысалы, Шоқан Уәлихановты айтқандай, Шоқан Уәлиханов біздің Алматыға бара жатқан жерде, Алтынемел деген жерде Тезек-Төрен ауылында соңғы күндерін, соңғы уақытын жарты жылда сол жерде өмір сүрген болатын және 1965 жылы сәуірде сол жерде қайтыс болды ғой. Сонда сол Тезек-Төрен ауылында жерленген болатын. Қазіргі таңда осы Шоқан Уәлиханов жерленген жері әлі сол Алтынемелде және оның жерленген қабірінің жанында музейі бар, Шоқан Уәлихановтың үлкен музейі бар, әдемі. Сондықтан да біз студенттерді енді жылда осы көктем шыққанда енді әр жыл соңғы уақытта енді жағдайларға байланысты бәріміз онлайн оқуға түсіп кетіп қалғандықтан соңғы жылдары енді бармай қалдық, бірақ жылда студенттерді, үздік студенттерді, қызығушылық танытқан студенттерді осы Шоқан Уәлихановтың басына және Шоқан Уәлихановтың музейіне апарып көрсетеміз. Ал өзіңіз жеке қандай тарихи орындарды көрдіңіз? Енді біз өзіміз енді Алматы облысы, Талдықорған өзі Жетісу өңірінде орналасқан ғой. Сондықтан да осы Жетісу өңірінде де бізде тарихи орындар көп, біріншіден, екіншіден мысалы, бірақ мен өзім Жетісудан басқа мысалы Қожа Ахмет Яссауидің мавзолейі бар, Қожа Ахмет Яссауи біздің Түркістан қаласында жерленген сол Қожа Ахмет Яссауидің мавзолейін көрген. Енді біздің Қазақстанда тарихи орындар өте көп. Бірінші шетелге бармас бұрын біздің Қазақстандағы осы кеңес берем барлығына, осы біздің Қазақстандағы осы тарихи орындарды көрсе екен деп біздің қазақтардың өзі жергілікті. Одан кейін мысалы сол кезде ең бірінші Қожа Ахмет Яссауидің кесенесіне бармас бұрын Арыстан баба оның мұғалім болды. Сол бірінші сол Арыстан бабаның несіне барғанбыз, кесенесіне. Одан кейін Тараз қаласында Қарахан мавзолейі бар, Қарахан жерленген. Кезінде Қарахан мемлекеті болған, соның басшысы болған Қарахан. Сол Қараханның мавзолейін көрдім. Одан кейін Тараз қаласының сырт жағында Айша биби мавзолейі бар, соны да көрдім.
Одан кейін солтүстікте Бурабай деген жер бар, иә, әйгілі. Сол Бурабайды көрген, ол жерде мысалы жұмбақ тас бар, судың көлдің ортасында орналасқан тас, немесе Оқжетпес деген тау бар, соны көрдім. Одан кейін сол Бурабайдың ең ерекшелігі бұл жерде Абылай хан алаңы бар. Абылай хан кезінде өзінің әскерін жинап, сол жерде кеңестер өткізген болатын. Ол да тарихи орын болып саналады. Енді Семей жақтан алсақ, мысалы шығыс жақта біз білеміз, Семей жақтан мысалы Мұхтар Әуезов, Абай Құнанбаев әйгілі адамдар шықты, иә. Сол Семейге барған кезде Семейден бір 100 шақырым алшақ жерде Жидебай деген жер бар. Сол Жидебайда ол кімнің Абайдың қыстағы орналасқан. Сол жерде қазір музей. Сол Абайдың туған жеріне барып, Абайдың музейін көрген болдым Жидебайда. Өте керемет, енді өзінің тұрған үйі қалай тұрды, бүкіл жиһаздар бәрі тура солай сақталған. Өте білімді адам екен, көруге болады. Өте айтады ғой, заманауи, өзінің кезіндегі заманауи адам болғанын көрініп тұру үйінен көрсетеді. Және айта кетейін деген бір ерекшелігі сол Жидебай, Абайдың туған жері, қыстағы болған жер. Сол жерге барсаңыздар, кішкентай мрамордан жасалған пирамида тұр. Сол пирамидадан оқсаңыздар, оказывается, жапондықтар космостан қарап, именно осы Евразияның орталығын зерттеп, космостан тапқан екен. Сонда Евразияның континентінің орталығы осы именно Абайдың қыстағында екен. Сол жерде орналасқан екен. Сол жерді тауып, сол жерде осындай мрамордан пирамида қалдырып кеткен жазу. Өте қызық нәрсе. Енді өзіңіз деректанушы ретінде тарихта қандай деректі ең құнды деп айта аласыз? Тарихта ең құнды дерек, енді бізде мысалы біз тарихшылар міндетті түрде тарих жазған кезде деректерге сүйеніп жазамыз. Сондықтан да барлық деректер біз үшін құнды, бірақ та мысалы қазақ хандығын алатын болсақ, қазақ хандығы біз мысалы 1465-66 жылы құрылды деп нақты датасын айтамыз ғой. Бұл қазақ хандығының құрылуы 1465-66 жылы нақты Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи рашиди дерегінде жазылған. Тек қана осы деректе, сондықтан да осы датаға сүйеніп біз қазақ хандығының, қазақ мемлекеттілігінің орта ғасырда қаланған датасын осы датаға сүйенеміз. Даже біз осы бірнеше жыл бұрын қазақ ханның 550 жылдығын атап өткен болатынбыз, иә. Бүкіл дүние жүзі болып аталған ЮНЕСКО даже осы датаны неткен болатын, ескеріп атаған болатын. Сондықтан да осы қазақ халқы үшін ойлаймын, Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи рашиди дерегі құнды деп, өйткені ол жерде нақты қазақ хандығы 1466 жылы құрылды деп көрсетілген, және оның құрылу тарихы, Жәнібек пен Керей алғашқы хандары, осы сұлтандар құрылды деп нақты жазылған. Осы құнды дерек деп санаймын біз үшін. Енді мамандығыңыз қиыны мен қызығы мол мамандықтардың бірі ғой. Осы мамандықта бір таңдаған кезіңізде, өкінген кездеріңіз болды ма? Ондай мамандықты мен өзім бағана айтып кеттім, мектеп кезінде таңдадым. Ондай өкініш ешкімге болған жоқ. Өйткені мен өзімді педагог ретінде көрдім, өзімді тарихшы ретінде көрдім. Одан кейін ғылыми еңбегімді мысалы осы тарихпен байланыстырдым, ешқандай өкініш жоқ. Мен мысалы ризамын осы мамандықты таңдағаныма. Енді қазір жастардың арасында тарихқа деген қызығушылығы бар, бірақ тарихшы болуға неден бастаймын, зерттеу жұмыстарымды іздеп жүргендер бар ғой. Енді сол жастарға қандай кеңесіңізді бере аласыз? Енді жалпы жастарға беретін кеңесім, бағана да айтып кеттім ғой, педагог ретіндегі мен өзімнің ең принципім деп айтып кеттім, әр азамат өзінің тарихын міндетті түрде білу керек. Мысалы, ертең біз өзіміздің ұрпағымызға, мысалы біз қазір әр тарихшы бір тақырыпта зерттеу жұмысын жүргізіп жатырмыз. Сондықтан да осы шынайы тарихымызды жазайық, ақтаңдақ беттерін көрсетейік, келер ұрпаққа шынайы біздің тарихымыз қандай болды деп мысалы деп сол кеңес берем. Одан кейін әр азамат, әр Қазақстан Республикасының азаматы өзінің елінің, өзінің халқының тарихын білуге міндетті деп кеңес берем. Сондықтан тарихтарыңызды, өз еліңіздің, ата-бабалардың тарихын біліңіздер деген кеңес берем. Жақсы, керемет.
жалпы осы уақытыңызды бөліп келгеніңізге, сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Керемет сұхбат болды. Алдағы уақытқа жұмысыңызға табыс тілейміз. Сәттілік тілейміз. Рахмет.